Мына садақа деген дүние жалпы біздің құлшылығымыздың өзегі. Әр нәрсенің өзегі болады ғой, Қаламның ішіндегі жаңағы сия тұратын сауыты стержін деп айтамыз, Стержіні бар болмаса, қаламның мәні бар ма? Сол секілді құлшылықтың өзегі бұл садақа. Неге? Алла тағала Құран-ы Кәрімде баян еткен кезде айтады, қандай да бір адамға өлім сәті жақындаған сәтте дейді. Ол адам не істейді дейді? Өлім сағаты жақындағанда ол адам айтады, Раббым, шегере тұршы өлімімді. Көрді ғой ақиқатты. Періште кеп қалды. Қандай сипатта екенін Аллаға мәлім. Күнде естіп жүрген дүниелерінің барлығы көз алдынан өтіп жатыр. Раббым, Раббым, кешіктіре көрші менің өлімімді, кешіктірші. Не істейтін едің кешіктірсем? Не жасайтын едің? Сонда пенденің айтатын не дейді Алла тағала Құранда? Фәәс-саддақа дейді. Фәәс-саддақа. Не істейтін едім дейді? Садақа беретін едім. Қалай беретін едім дейді? Тез өкіртіп беретін едім дейді. Фәәс-саддақа деген бірнеше мәрте күшейтпелі жағдайда тұр, солай ма? Фә тұр, тәштиттер тұр ан жерде, не істеп атыр? Өкіртіп тұрып садақа жасайтын едім, Раббым сенің жолыңда.